Досжан, ертең қызды мектепке апарғаннан кейін сынып жетекшісімен жолыға салшы. Неге? Үлгерімі нашарлап жүр ме? Жоқ. Соңғы кездері жұмыс деп қадағалай алмай жүрмін. Жарайды жаным, сөйлесем ғой. Сосын Досжан, осы сенбі күні қызды қыдыртайық. Біраз болып үйден шықпады. Өзімізде үй күшік болып алдық. Жұмыстан келіп үйге тығыламыз. Жақсы, кешкісін қаланы біраз аралап келейік. Жаннұр шынымен зеріккен шығар. Рахмет жаным. Қанша шаршап жүрсең де отбасыңды ойлайтын ұнайды маған. Жаным, енді мені кім деп жүрсің? Отбасы менің екінші отаным. Мен отбасыма адал қызмет етемін. Ей, не болды? Ұйықтасаңдаршы, дыбыр-дыбыр етпей. Не деген әңгіме бітпейтін сендердікі? Әке, осыңызды қашан қоясыз? Өзіміздің бөлме өзіміз білетін шығармыз. Рұқсатсыз басы өктіп кіретіңіз не? Маған ұнамайды бұларың. Ұйықтайтын уақыт болды ма? Ораныңдар да жатыңдар. Әке, тыңдаңыз. Өз бөлмеміз. Сізге не істеп жақпаймыз осы? Айтыңызшы, таңның атысы, күннің батысы аңдайтыңыз біз. Өз бөлмемізде өзіміз өмір сүрейікші. Досжан, осы кісі біздің өмірімізге араласуын қашан қояды? Қояды, Талшын, қояды. Қашан қояды? Бұл біздің жатын бөлмеміз. Бұл біздің жеке кеңістігіміз. Біреудің жатын бөлмесінің есігін ашып, ұйықтаңдар деп айтуға қалай болады? Талшын, білмеймін. Қояды. Айтсаңшы сен, түсіндіріп айт. Әкең ғой ол сенің. Талшын, ол ұқпайды. Бәрін көрірсің ғой. Әке-шешең жынды болса байлап бақ деген. Енді әкемді байлап қойып отырайын, басқа амал жоқ менде. Араласпасын біздің өмірімізге. Енді ғана бақытты сәттер маңайлай бастағанда, сырттан ашылған есікпен бірге кіретін Орынбайдың бұл әдеті ерлі зайыптыларды әбден мезеткен еді. Оңға бұрылса да, солға бұрылса да Орынбайдан рұқсат сұрау бұл үйдің жазылмаған заңы болатын. Осы әулеттің жалғыз келіні Талшынның да, жалғыз ұлы Досжанның да санасына сыймай жүрген нәрсе әулет үлкендерінің олардың жанұялық жеке істеріне араласа беру болатын. Талшын, не болды, түнмен ұйықтамағансың ба? Иә, уайымдап біттім әбден. Не болды? Тағы ата-енеңмен сөзге келіп қалдың ба? Жоқ, кеше тағы ұйықтаңдар деп мазан алды. Күйеуіңші, ештеңе демеді ме? Оны тыңдайтын адам бар ма біздің үйде? Бөлек шығып кетпейсіңдер ме? Досжан жалғыз ұл ғой, қайда барамыз? Қара шаңырақ деген қазақтың қатып қалған заңы бар емес пе? Иә, бірақ Досжан екеуінің араларына ата-енен түсе беретіні жаман екен. Өзім де шаршадым. Күнде бір тосын сый дайындап қояды ғой. Талшын, жақсы ғой, күнде бір тосын сый. Күл, басыңа келсін. Мен ата-енеммен тұрмаймын. Оны бір Құдайдың өзі біледі. Көп сөзді қойып, жұмысын істе. Талшын, сен үшін уайымдаймын ғой. Тек ажырасып кетпесеңдер болды. Досжан, оған бара қоймас. Көрерміз. Алло, мама. Иә, жақсы. Пойызбен келе жатсың ба? Жақсы, жарайды. Досжан күтіп алады. Уайымдамаңыз. Жақсы. Жарайды. Маман келе жатыр ма? Байқа, Талшын. Құдағы құдасымен айқасып, 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетпесін. Ой, арай, сенің тіліңнің ұзынай. Досжан, не болды соншама ашуланып? Жанна, тыныш отыршы. Ашулану үшін де сені рұқсат сұрауым керек пе не? Жоға, бар жазығым сұрағаным ба? Ей, Жаннаға неменеге жекіп отырсың сен? Әке, жекіп отырған жоқпын, ақылмен түсіндіріп отырмын. Ақыл туралы не білесің сен? Туф, болды, қойыңыздаршы. Бір дастархан басында ешқандай кекілжіңсіз отыруға болады ғой? Қысқасы былай.
әркімнің өз жеке өмірі бар. Бәріміз бір пәтерде тұрады екенбіз, бір дастарханда отырады екенбіз, бірақ бұл менің өміріме қайта-қайта араласу деген сөз емес. Біз не істеп қойыппыз? Әке, менің құлағым бар, көзім бар. Мен жұмысқа шығып кетсем болып, Жаннаға тиісесіңдер. Ол да адам ғой. Ол да біреудің мәпелеп өсірген қызы. Әкем, не істепті соншама? Жанна, бұл сөз осы үйдегілердің бәріне қатысты. Ұқтың ба, Жанна? Мен түк түсінсем бұйырмасын. Әке, не бөлісе алмай жүрмін сізбен, айтыңызшы. Неге басқалары қарамайсыздар? Солар сияқты неге тату-тәтті өмір сүрмейміз? Аптықпай отыр жөніңе. Аралассақ ақылымызды айтамыз. Талшынның басына сөз астырмайтында біз кінәліміз бе? Сендерге дауа жоқ екен. Қайда кеттің, Талшынға жұмыстан алып келуім керек. Талшын, барлығына талшын. Шаршаттан басым ауырып білмеймін. Бір айттық, екі айттық, үш айттық. Еркек қой, езбі. Әйелінің мінезінің күннен күнге өзгеріп бара жатқанының себебін Досжан өзінің әкесі мен қарындасынан іздейтін. Ал олардың Талшынды мүлде ұнатпайтыны көздерінен білініп тұрады. Бірақ Досжан өз отбасының неліктен Талшынды ұната бермейтінін білмей дал болады. Қызым, сабақтарың қалай болып жатыр? Жақсы. Осы сен жаңадан келген мұғаліміңнің түрін есіме сақтамақ? Шашы сары, көзі көк. Ана апай ғой. Иә. Мама, әкем қашан келеді? Ол әкең жұмыстан енді келген шығар. Біз сәл ойнап алайық, содан кейін үйге кіреміз, жарай ма? Жарайды, мама, мен ойнап келейін. Алло, мама. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Бізде бәрі жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Біз Жаннұр екеуміз ойнап жүрміз. Жаннұр, әне. Жаннұр! Жаннur! Canım! Ben de kayır. Kolumda canım benim. Dur. Canım, hazır. Jidel yardım. Kızım ayıp kaldı. Fakat hoşlanmaydı. Ой, жаңа саған кетіп еді ғой ол. Қолыңа не болды, қалқам, не болды, айтшы. Байқамай құлап қалды, балалар ойнайтын төбешіктен. Отырған шығарсың, айналаңа қарап аңқиып, бір жалғыз қызыңа қаралмайды. Не деген анасың сен өзі? Айттым ғой, байқамай қалдым деп. Жедел жәрдем шақырдым. Қазір Досжанға хабарласайын. Ай, бірдеңе болса телефонға жапсады кесіңдер сендер. Анаммен сөйлесіп отқам, тып-тыныш ойнап жүрген. Жаным балам. Айналайын қызым, қолың сынып қалған жоқ па? Сен әлі сындырған шығарсың осы қызың қолын. Не дейсіз? Мен өз қызымның қолын өзім қалай сындырам? Есіңіз дұрыс па? Дауыс көтерме әкеме. Балам қазір келеді. Маман қайда болды қызым? Маман қайда болды? Айтшы. Мамам Нағаш апамен сөйлесіп отырған, мен сол кезде құлап қалдым. Айттым ғой, мен сөйлесіп отқанда құлап қалды деп байқаусызда. Неменен көріп тұрсыздар? Неге айқайлайсыздар маған? Айттым ғой, байқамай қалдым деп. Ай, айналайын, не деп тұрсың сен үлкен адамға? Әкеңнің тәрбиесін көрмегенсің сен. Жүр қызым, кеттік. Жаным, қызым, сәл шыдашы. Қазір дәрігер келеді, қолыңды көреді. Жаным, шыдашы енді. Сенің қасымда жүрмей немен телефонмен сөйлесіп қалдым десеңші. Жаным. Талшын не болды? Құлап қалды темір төбешіктен. Енді байқамайсың ба, бұл деген бала емес пе? Отырған шығарсың өсек айтып. Байқамай қалдым. Жедел жәрдем шақырғалы қазір келіп қалуы мүмкін. Жаным, қызым қай жер ауырып тұр? Қолым. Жаным-ау, енді осылай отыра береміз ба? Одан да өзіміздің көлікпен ауруханаға апарайық. Жүр қызым, жүр жаным, жүр. Жаным менің. Жаным, ботақан, жүр. Осыдан сол қыздың қолы сынса бар ғой, Не деген салық келін бұл пап? Не үйге қарамайды, не бала қарамайды. Айттым ғой сол Талшынға үйленбе деп. Басқа қыз құрып қалғандай. Дауыс көтереді ғой сізге? Онысымен қоймай. Қойшы сол дұрша. Бос бөлбеу. Әйелінің айтқанынан шықпайды, жүретті қояды. Хабарласайын ба? Иә, хабарлас. Шешеңе де хабарлас.
жатып алды ғой 4 күніне бар. Маған жан жақтан айқайлады. Соншама не жаздым? Не деді? Қыздың қолын әдейі барып сындырдың дейді. Қандай ана өзінің баласының өзі барып қолын сындырады? Өзің ойлаш, Досжан. Әбден шаршатты солар бар ғой. Әбден шаршатты. Мен ұнатпайтындай соншама мен не істедім? Тамақтарын жасап қоям, кірлерін жуып қоям, жұмысты да істеп жүрмін. Енді келіп, сонда да жақпаймын соларға. Талшын болды, жылама енді. Қалай жыламайсың, қалай? Әкең мен қарындасың мені жан жақтан талап жеп қоя жаздайды. Жана да саған бірдеңе деді ма? Мен оған айтып едім ғой. Сенің айтқаныңнан не пайда бар? Сен жоқта мені адам құрлы көрмейді. Ауыздарына не келеді, соның бәрін айтады маған. Жоқ, ұнатпайтыны бар. Неге басында келін болып түскенде неге айтпаған осының бәрін? Қаншама жыл өтіп кеткеннен кейін. Не деген ақмақтыға? Талшын болды. Қазір мен олармен үйге барғасы сөйлесем. Ең бастысы, Жаннұрдың қолы сынбаған екен. Жай ғана ет ауырсынып қалған. Білмеймін, Досжан, білмеймін. Менің басым қатып кетті. Маған әкеңнің тәрбиесін көрмегенсің дейді. Қаншама жыл өмірден өтіп кеткен әкем жайлы ауыр сөз айтады. Өңшің сөз ұқпайтындар ғой олар. Өзінің жүрегіне келіндік өмірдің бірнеше жылында жинап үлгерген ащы запыранын Талшын күйеуінің алдына ақтарып салғандай еді. Тіпті әйелінің айтқан сөздерінің рас екеніне Досжанның өзі де сенетін. Тек өз отбасындағы адамдарды қалай тәрбиелейтінін ол әлі де білмейтін еді. Әке, Талшынға тағы неге тиісесіңдер? Ай, не деппіз соншама? Жанна, біздің бір қызымыз бар. Ең бастысы, біз жанұя болғымыз келеді. Кәдімгі тату отбасы болсақ дейміз. Ал сендердің сөздерің сүйектен өтіп болды. Біз не істедік соншама? Неге бізге ғана айғайлайсың? Жанна, аузыңды жап та, мен тыңда. Мен соқыр емеспін. Мен бәрін білемін. Үйден шығып кетсем болды. Талшынды талап тастауға дайын тұрасыңдар. Ай, кім айтты оны? Әке, Жанна, менің барым да, нарым да осы отбасым. Одан артық ештеңенің маған қажеті жоқ. Одан да тату-тәтті өмір сүрейікші. Басқа ештеңе керек жоқ маған. Ей, мынау сөз ұқпайды ғой? Әке, сөзді сіз ұқпайсыз. Сіз атасыз. Талшын келініңіз. Айтыңызшы, қандай ата өз келіне қатты сөйлейді? Жай ескертпе болса мен түсінер едім. Ал сендер Талшынды көрсеңдер, жау көргендей көресіңдер. Мен соған күйемін. Ой, кетшар, енді сен бізге өмір үйретейін деп пе едің? Досжан, Жаннұр ұйықтап қалды. Ал қалқам, көңілің көншіді ма? Менің баламды маған қарсы қойып? Мен ешкімді қарсы қойған жоқпын. Бұрын ағам бұндай болмайтын еді. Әбден жүйкесін жұқартып бітірдің сен. Ұқтың ба? Жанна! Ой, арай, не істерімді білмеймін мен. Үйде демалған құрлы болмайсың. Ылғи, айқай, шу. Досжан да сондай болып бара ма? Сол Досжан үшін көніп жүрмін бәріне. Әйтпесе бір күнде тұрмаймын ана кісілермен. Ата енеммен десеңші. Айтқым келмейді, түсінесің бе? Қанша жақсы болуға тырыстым. Ал олар осындай мінездерімен бізді ажырастырып тынады. Қой, жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы сөз жақсы ғой, арай. Қаншама жыл осыларды түсінейінші. Үлкен кісілер ғой дейм. Бірақ бәрі де бекер.
Шыда енді, Талшын. Ата-енен ешқандай келін таңдап алмайды. Маңдайына жазылған жазу сол да? Маңдайдағы жазу дейсің бе? Онда менің маңдайымдағы жазу бір бақытсыз жазу болды ғой. Я, қиын жағдай екен. Мен ата-енем қорқынышты ма десем, сен ата-ененің қасында алтын екен ғой. Бағалай біл, құрбым. Айтпақшы, бүгін ертерек сұранғам. Қызымды таза ауада серуендетіп келмесем. Әйтпесе соңғы жайттар оған да оңай тиіп жүрген жоқ. Бәрін естіп жүр. Бара ғой, әрине. Қызым, бар, ойнай ғой. Бара ғой қызым. Неге үндемейсің? Сөйлеп шаршадым. Бүгін біздің үйге мамам келеді. Келсін. Досжан, мамам екеуміздің арамызда болған жағдайды, үйдегі болып жатқан барлық жайттарды біледі. Сен немене мамаң айтасың? А? Әр жанұяның мәселесі өз ішінде қалу керек. Сен не? Сыртқа сырт асып жүрсің бе? Ол менің анам. Одан басқа менің ешкімім жоқ, өтірік деші. Анамнан басқа мені кім қорғайды? Талшын, егер әкеме сөйлестіру үшін шақырған болсаң, онда сен жетіскен екенсің. Тым болмаса түсіндіріп көрсін оларға. Сен не? Сен шешең ақылмен сөз айтады ғой деймісің? А? Көресің бүгін. Екеуміздің тағдырымызды өздері-ақ шешіп тастайды. Сонда қалай, саған бәрібір ма? Досжан, мен көп ойландым. Мен бөлек шығам. Мен сенен кетем. Қызыммен пәтер жалдап тұрам. Сен есің дұрыс па? Не істеймін мен? Сен қолыңнан мені қорғау келмейді. Мені жек көретін адамдармен бірге тұра алмаймын мен. Талшын, егер солай ойланған болсаң, өзің біл. Мен үйде қаламын, өз үйімде. Қатынның артынан кететін еркек емеспін. Өзің біл. Құда, қалдарың қалай? Қалымыз жақсы, апай. Мен қызымның жағдайын білейін деп келдім. Ыңғайсыз болса да сұрайын. Менің Талшыным сіздерге неге ұнамайды? Қызыңыздың кінәсі жоқ емес. Бізді сыйлаудан қалып барады. Онда шақырайық осында. Бәріміз отырып сөйлесейік. Егер кінә қызымнан болса, онда мен оны жақсылап тәрбиелеймін. Ал егер кінә сіздерден болса, онда мен қызымды алып кетем. Алып кетемін десеңіз, өзіңіз білесіз. Күйеу баланы да шақырайық. Шақырыңыз. Қазір келін күйеуінде сыйлауды да қойған. Тыңдаңыз, құда. Менің Талшыным сіздерге ұнамаған мен адам сыйлауды өзім үйреткем. Ол әдепті қыз. Құдағи, әкенің тәрбиесі бөлек. Не дегіңіз келіп тұр? Әкесіз өссе де, әкесі туралы әңгімені естіп өскен. Әкесі жоқ деп кемсітеді екенсіздер ғой сіздер. Жа жетер енді. Төрге кіріп, төске шаптыңыз ғой осы. Адамгершіліктеріңіз жоқ екен сіздердің. Пасық адам екендеріңізді бұрын сонда білмеген едім. Сіз неге олай дейсіз? Мен бәрін білем. Алып кетем мен қызымды. Бұл жерде қиналып жүргенше еркін өмір сүрсін. Бір байдан кетіп, еркін өмір сүремін дейтін болса, жетіскен екенбіз онда.
Мен сенің мұны үйде тұруыңа қарсымын, Талшын. Алыстан келген құдағиға жылы қабақ танытпаған несіне мына жерде тұрасың? Мен сенің мына үйде тұруыңа қарсымын, Талшын. Кетесің болды менімен. Айрандай ұйыған кішкентай отбасын шайқалту қашанда оңай. Себебі сырттан пікір айтатын сыншы көп. Бұл жолда сол жағдай қайталанғандай. Досжан мен Талшынның отбасына қатысты үміт шоғын ата-аналары өз қолдарымен өшіріп жатыр еді. Жаннұр, жаным сол. Кішкентай ғой көзі. Талшын, баланы неменеге алып келгенсің? Оған әйел керек, бала керек екен деп жүрсем, үйде қаламын дейді. Үйден кетіп қалдың ба? Иә, мен енді бұдан әрі шыдай алмаймын. Сен уайымдама, Талшын. Досжан өзі-ақ келеді. Қызы керек қой? Қызын жақсы көреді ғой. Оған қарайын деп тұрған ол жоқ. Қара шаңырағым дейді. Шіркін, менде басқа амал болса ғой. Ешқайда кетпес едім. Бірақ мені жауындай көретін адамдармен бірге тұру мүмкін емес. Досжанмен сөйлестің бе өзің? Әрине сөйлестім. Ол түсінеді. Менің кінәсіз екенімді біледі. Бірақ менімен бірге кете алмайды. Оның үстінде ана жанына бар. Не тұрмысқа кетпеді, не тұрмыстағы адамға маза бермеді. Адамдарды бір-бірімен шағыстырып қояды. Жұмысы сол соның. Иә, Жаннаның мінезі қиын. Оның үстіне жақсы қызметте істейтін міндетсінеді ғой деймін. Ақшаны мен табам, сендерді мен асырап жүрмін дейді. Досжан екеуміз табыс таппайтындай. Болды, қысыр әңгімені қоям. Бітті. Жалғыз өзім тұрам енді. Құрбым-ау, кейін өкініп қалмашы. Әрине өкінем, Арай. Қазір де өкініп отырмын. Бірақ маған мінезді ата-ене жолыққасын қайтейін. Талшын, егер Досжанда сенмен бірге бөлек пәтерге кетемін десе, онымен қайтып қосылатын бе едің? Жоқ. Әбден көңілім қалды. Мен енді оған бармаймын. Күндер зымырап өтті. Талшын жалғыздығына үйренді. Үйренбеген Досжан ғана. Айлар өткен сайын сағынатын, қызының әдемі күлкісін аңсайтын. Талшынды да сағынатын. Бірақ оның бұл сағынышын өзінен басқа ешкімде, ешқашанда түсінген емес еді. Көңілсіз ғой қызым. Талшын кетіп, рахаттанып қалдық қой, ауамыз кеңейіп. Олай деме қызым. Жоқ, шын ғой. Осы үйдің ұрыс керісіне шашап кетем. Талшын кетіп, ешкіммен ұрыспайды. Күшті ғой. Жанна ақымақ болма. Айта берсін. Үйден Талшын кетсе осы шығар бірінші қуанатын. Мен қуанбаймын. Осы үйде тыныштық болған қалаймын. Егер сен де біреудің жанұясын бұзбай, тезірек күйеуге шығып кетсең, біз де тынышталып қалар едік. Мен шықпаймын күйеуге. Шықпасаң, онда әкең екеуің отырыңдар, елдің бәрін жамандап. Тыныш отырмайсың ба қызым? Мен не істедім соншама? Менің жанрым не істеп жүр екен? Жоқ. Мен жанұямды қайтарып алуым керек. Жаннұр өзінің бұрынғы мектебін сағынып жүр. Түк етпейді, жаңа мектепке де үйреніп кетер. Қиын болады ғой. Әлде өзінің бұрынғы мектебінде оқып жүре берсін бе? Сен не? Әлгі қаншелердің отбасына қайтадан барғың кеп тұр ма? Жоқ, мама. Басқасына барсаң да, ол әулетке барма қызым. Мен де сені әкесі өсіргем, қызың да әкесі өсір. Мен де күйеусіз ақ жүрдім. Сен де үйреніп кетерсің. Жарайды, мама. Ондай әулетпен бәрібір сен ұзаққа бармас едің. Өз-өздерінің жандары жеп қоятындар ешқашан байымайды. Ақшасы көп болар, бірақ жан дүниесі әр қашанда кедей болып қала береді. Қойшы, мама, ашуланбай. Жүр, шай ішейік. Сөйтші,
Әйтпесе қан қысым көтеріліп тұр. Сен өзі неменеге келдің? Талшынға келдім, апай. Ол жұмыста ғой. Ой, ойымнан шығып кетті ғой. Жарайды, мен күте тұрайын. Осында күтпекшісің ба? Жоқ, бір жағынан сізбен сөйлесіп кетейін деп келгем. Мен үйде жалғыз ұлмын ғой. Әкеме шешемдікі дұрыс емес әрине. Бір жағынан сізден бір ашуым береді ғой деп кешірім сұрай келгем. Сен менің қызымның өмірін құртып, жүйкесін тоздырдың. Апай, бұл жерде менің кінәм жоқ. Сен өзіңді кім деп тұрсың? Не тұрақты жұмысың жоқ, не ақша таппайсың. Содан барып сенің әкең менің қызымды басынады. Егер сенің абыройың жақсы болғанда, менің қызымды ешкім басынбаушы еді. Жандұрдың әкесіз қалғанын қалайсыз ба? Талшын болса жарайды. Әкесі ерте қайтыс болды. Мен тірімін ғой. Мен қызым әке керек. Мен үшін сен өлген адаммен бірдейсің. Сен менің қызыма лайықты емессің. Сенің үйіңе барғалы, менің қызым бірде-бір күн бақытты болған емес. Жарайды, мен бір айналып келейін. Талшын жұмыстан келсін. Ендігі үміт сенде, Талшын. Бірақ қайдағы үміт маған? Күнім сол, мен сағындың ба? Я, үйге қашан қайтамыз? Жаным менің, мамаммен сөйлесіп алайық, сосын қайтамыз үйге. Жарай ма? Бар, маман шақырып кел. Неменеге келдің? Талшын, үйге қайтайық. Жоқ, менің үйім осы жер. Кешір, Талшын. Мені білесің ғой, Жандыр екеуіңді қатты жақсы көретінімді. Үйге қайтайықшы. Мен ол үйге бармаймын. Енді кеш. Біздің әулеттеріміз бір-бірімен жауға айналып үлгерді. Мен өз анамды, сен өз әкең жақтайсың. Талшын, үйдегілер қателігін түсінді. Енді сен жүйкеңді ешкім тоздырмайды. Сенбеймін. Бұрын өзгермеген адам енді өзгереді дегенге сенбеймін. Ренжіме, досжан, бармаймын. Сосын не? Ақыры арамызда сыйластық жоғалған екен. Заңды түрде ажырасайық. Аға, әкем де мен де өз қатемізді түсіндік. Барып алып келесіз ба жеңгемді? Аға, не болды? Барып алып кел дейсіңдер ма? Досжан ақыр заманда орнатпа, алып кел балам. Неге, әке? Не үшін? Ылғи Талшынға тиісіп, осыған жеткіздіңдер. Ал енді өздерің өмір сүріңдер. Менің бір ғана кішкентай маңдайыма бұйырған бақытымды көре алмадыңдар ғой. Басқалары құшырлана отырып немересін иіскейді. Алдына біздің үй құмазарға айналды, құмазарға. Екі тағдырдың бірлесіп құрған үлкен арманын орынсыз келіккен ата-аналардың айғай-шу бұзып тынатын жайттар бұл қоғамда көп кездесетіні рас. Негізі
адам баласы өз теңімен ғұмыр кешеді. Сондықтан ұлыңның да, қызыңның да үлкен өміріне араласу дұрыс емес шығар. Мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз?